Сәлем қазақтар, сіздермен бірге Сайлау Абди. Бүгін мен сіздердің ең көп қоятын сұрақтарыңызға жауап беремін. Америкадағы жұмыстар және айлық туралы. Ағылшын тілін онша білмейтін адамдарға қандай жұмыстар істеуге болады және айына қанша ақша табуға болады. Ескерте кететін нәрсе, Америкада айлықты апта сайын алып отырады. Көпшілігі білетін, Америкаға алғаш келген адамдарға жұмыс табуға болатын интернеттегі екі үлкен сайт бар. Бүгін сол сайттарға кіре отырып жұмыстар туралы сөйлесетін боламыз. Сіздерге барлығы түсінікті болу үшін Америкада жұмысты қалай табуға болады, соны сайт арқылы көрсетемін. Байқағаным, көпшілігі білмейді бұл жайында. Сол себепті, егер де ағылшын тілін білмейтін болсаңыз, еш уайымдамаңыз. Нью-Йорк және Лос-Анджелес қалаларында шамамен 5 миллионға жуық орысша сөйлейтін халық тұрады. Ол дегеніміз 3 Алматының халқы. Сол себепті жұмыс таба алмай қалам, қиналам деген ой сіздерді мазаламау керек. Ал жұмыс іздейтін болсаңыз, алдымен сіз орыс тілде сөйлейтін халықтарда жұмыс істеу керек болады. Ол үшін біз Rusrec сайтына кіреміз. Rusrec.com. Объявление реклама. Менде қазір міне США, Нью-Йорк деп тұр. Работа требуется. И қарайсыздар. Қыздар, балдар, әрқайсысы әртүрлі жұмыстарды таңдауы мүмкін. Мысалы, қыздарға ең бірінші түр няня деп. Айта кететін нәрсе бар. Көпшілік телефондарды звондайтын болсаңыз, Америкада агентстволар көтереді. Агентстволар көтерген жағдайда телефонды оны сразу тастай беруге болады, потому что олар жұмыс сіздерге тауып бермейді. Тауып береді, бірақ оны ұзақ күтесіздер. Екіншіден, ол көпшілігі сіздің тек қана ақшаңызды алып алады да, одан кейін жұмысты мәжбүрлі түрде сізді создыртып, әбіржетіп, әуреге салуы мүмкін. Сол себепті ең дұрысы тікелей жұмыс берушілерге өздеріңіз хабарласып, жағдайды түсіндіріп, сол сияқты ең қолайлысы жұмыс берушілерге өздеріңіз звондап, өздеріңіз келісіп, кездесіп, сол жерде білетін білімдеріңізді көрсеткен жөн. Мысалы, қыз баласына ең оңай жұмыстардың бірі ол балаға қарау. Көріп отқандай шамаменен 6 күндейге бұл жерде айлық $650–700. 6 күн, яғни азаннан бастап кешке дейін сол үйде балаға қарау, тамағын жасау, үйін жинау сияқты жұмыстар болуы мүмкін. Барлық жерде телефондар көрсетілген. Ескерте кететін нәрсе, Қазақстанда тұрып сіздер бұл работодательдерге, жұмыс берушілерге, яғни хабарласа алмайсыздар. Олай жұмыс табылмайды. Егер де ешқандай қиындық тудырмайтын болса, бір күн тегін жұмыс істегенді мен дұрыс көремін. Егер де сіз бір рет өздеріңіздің құлшыныстарыңызды, жұмыс істеуге деген махаббаттарыңызды көрсететін болсаңыздар, жұмыс берушіңіз сіздерді жұмысқа алуға әбден мүмкін. Америкада ең басты нәрселердің бірі ол сіздің жұмысыңыз. Әрқашан сізде жұмыс бар болу керек. Егер де жоқ болған жағдайда, бұл жердегі расходтар өте қымбат. Квартираға төлеу керек, басқа да шығындар бар. Ол сіздің адамды әртүрлі депрессияларға салуы мүмкін. Сол себепті жұмыс берушілермен ешқандай ұрыспай, егер де сізді жеке намысыңызға тиетін сөздер айтатын болса, жай ғана ондай жерлерден кетіп қалып, ұрысып, белгілі бір мәселелерді шешем деп, ондай нәрсенің бәрі еш қажеті жоқ. Америкада ең маңызды нәрселердің бірі адамдармен ұрысып, боқтасуға беруге болады заңмен. Ал ешқашан қол көтеруге болмайды. Сол себепті жұмыс берушілермен келгеннен кейін белгілі бір сөздерге келісіп, төбелесудің қажеті жоқ, потому что бұл жерде сіздерді сразу мемлекеттен бұл жермес бұрын үлкен штраф салады. Шамамен $20,000–40,000 дейін. Одан кейін сіздер ұзақ уақыт бойы тегін жұмыс істеп, сол штрафты төлеу керектіктеріңіз болады. Мысалы, мына жерде көріп отқандай предлагаем помощь в трудоустройстве в Нью-Йорке дейді. Бұл агентстволар бұл жерлерге барудың қажеті жоқ. Егер де белгілі бір достарыңыз Америкада мен жұмысты пәленше деген жерден таптым, дұрыс тауып берді дейтін болса, ондайларға баруға болады. Себебі бұл жерде жұмыс берушілер, агентстволар өте көп. Және біреу, мысалы, 20% өз жұмысын шын берген ақшаңа сәйкес орындайтын болса, қалған 80% ол сіздерді просто ақшаңызды алып алу, одан кейін сізді әбден әбірге салу, сондай болуы мүмкін олардың міндеттері. Мысалы, мынау Long Island дейді, осыдан қаладан 50–30 километрлік жер. Семья ищет домработницу, работа с проживанием детей малолетних нет дейді. Яғни домработница дейді. Үйді жинайтын адам, барларыңыз білесіздер. Жұмыс беруші бұл жерде көрініп тұр, орыстар. Орыстар бұл жерде 30–40 жылдар бойы тұратындар өте көп. Сол себепті ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бруклин, мысалы, Брайтонда банк қызметкерлері, полицейскиялар, көптеген мекемелердегі қызметкерлердің бәрі орысша сөйлейді. Сол себепті ешқандай
коркуудун кажети жок. Ал келгенден кийин міндетті түрдө ағылшын үйрөнүп, башка ағылшын райондарына көчкөндөрүңүз өтө дурус, себеби ол сиздин болашагыңыз. Келесі мисалы Бруклин, семья ищет добрую няню для 4-годовалой девочки. Работа с проживанием 6 дней, $700. Өтө жакшы. Тамагыңыз сол жерде $700 өзүңүзгө калат. Жататын жериңиз бар. Бул себепте акча $700 түгелдей өзүңүздүн калтаңызда калат. Келесі нерсе Америкадагы жогору, жакшы сапалы беделде жерде жумуш істөө үчүн сизге міндетті түрде жұмыс істеуге рұқсат қағазы керек. Біздің компания ұзақ жылдар бойы Ресей, Белоруссия, Қазақстан көптеген мемлекеттердегі адамдарға жұмыс істеуге рұқсат қағазын істеу, легализация, грин карта сонда әрекеттермен айналысамыз. Сол себепте ол жерден ешқандай қам жемей қойсаңыздар болады. Бұл жерге сіздерге ең керекті нәрсе ол бірінші сабыр, екіншіден жұмыстарыңызды істеп, өмірден рахат алу. Келесі неге өтейік, мысалы сиделки home attendant, яғни қарттарға қарайтын жерде жұмыс істеуге болады. Айлықта бұл жерде өте жоғарылау, бірақ бұл жерге сіздерге жұмыс істеуге рұқсат қағазы керек. Оны істеу біраз уақыт алады, сол себепті болашақта осындай жерлерде жұмыс істеп үлкен ақша алсаңыздар болады. Шамамен бұл жердегі айлық қателеспесем $1000-1500 апта сайын алуға болады. Барлығы өздеріңіздің жұмыс құлшыныстарыңызға байланысты. Аптасына қанша уақыт сіздер жұмысқа бере алам, соған байланысты. Міне уборка, работа по дому. Байқап отқандай көпшілік адамдар, қазақтар, егерде Қанат Бесекеевтің фильмін көрген болатын болсаңыздар, қазақ балдар бар, олар трак айдайды. Сонымен қатар біз сіздерге трак айдауға болатын лайсенсті жасауға көмектесеміз. Ол да бір шама уақыт алады, бірақ барлығы болатын нәрселердің бірі. Айлық шамамен аптасына $1000-1500-$2000 дейін табуға болады. Жұмыс істеуге рұқсат беретін құжаттар сіздерді сәл мазалайтын болса, онда мысалы мына жердегі разные, рестораны, клубы питания, торговля, магазины дейді, няня, реклама, маркетинг, фабрика, производство, химчистка, сол сияқты жерлерде, көпшілік жерлерде орыстар ол сіздерден жұмыс істеуге рұқсат қағаздарын сұралмайды. Ал айлықты қолма-қол ақшалай төлеп отырады. Ресторандардағы жұмыстар өте жақсы жұмыстардың бірі болып табылады. Мен өзім ұзақ уақыттар бойы істеген. Қарап отқанда бұл сайтта сіздер электрик, сантехник, құрылыскер, механик, стройка, плотник, сондай бетончик жұмыстарды табуға болады. Шамамен олардың айлықтары көмекшілер $10-14 сағатына, аптасына 40-50 сағат істеуі мүмкін. Ал егерде мастерлер болатын болса, сіздер Қазақстанда ұзақ уақыт бойы құрылыспен айналысқан мастерлер болатын болсаңыз, болашақта егерде Америкадан жұмыс істеуге рұқсат беретін қағаздарды алатын болсаңыз, шамамен сағатына $20-25, $30 сағатына алып, сондай құрылыстарда жұмыс істесеңіз болады. Сонымен қатар автокөлік жөндеу, ретке келтіру, автокөлік жуу, сварщик, құрау, шашу, жанармай бекеттеріндегі жұмыстар бар. Барлығын айлығы сағатына шамамен $10-дан $20 дейін. Егерде жанармай бекеттерінде жұмыс істейтін болсаңыз, онда сіздерге тип деген болады. Тип дегеніміз шайға қалдыратын кейін тебен. Мысалы ресторандарда, магазиндерде, басқа да жерлерде жұмыс істейтін болсаңыз, сонымен қатар пицца тасу, мысалы тауар тасу, сол себепті сіздерге адамдар тип беру мүмкін. Тип шамаменен, мысалы то же самое жанармай бекетінде жұмыс істейтін болсаңыз, 20 адам сіздерге $2-дан $10 дейін тип беріп отыратын болса, айлықтарыңыз шамамен тағы да $50-100 күніне қосылуы мүмкін. Сонда $100 айлық алатын болсаңыз, плюс $150-200 күніне ақша табуыңыз мүмкін. Көп ресторандық жұмыстарда көбінесе айлық бермейді, ол жерде тип болады. Тип жақсы қалдыратын бір ресторандарда бір күнде $300-400 дейін ақша істеуге болады. Официанттың көмекшісі, бартендер, бармен, сондай сияқты жұмыстар көбінесе ағылшын тілін қажет етеді. Көпшілігінде. Сол себепті сіздер келгеннен кейін уақыттарыңызды құр жібермей ағылшын тілін үйрену қажет. Себебі бұл жердегі жұмыстардың бәрі басқа жұмыстарға қарағанда жеңіл, шаршамайсың, ауыр жұмыс жоқ. Ең бастысы адамдарға сапалы қызмет көрсету. Қыздарға келетін болсақ, дүкендерде сатушы, кассир, шаш алу, массаж, маникюр, педикюр, мысалы, оны білмедім. Сол себепті сондай жұмыстарды бұл жерде оп-оңай табуға болады. Айлықтарды сондай. Күніне бұл жердегі айлық минимум $100 деп есептеймін бастапқы келгенде. Бірақ сіздер онымен тоқтап қалмауларыңыз керек. Егер бір жұмыс болатын болса, екінші жұмыс табуға болады. Реттестіріп күніне 15-16 сағат жұмысқа бөлуге болады. Соныменен өздеріңіз осы сайтты ақтарып көрсеңіздер болады. Өздеріңізге қажетті қызықтырған жерлерді қарап, тағы да айта кететін нәрсе, Қазақстанда тұрып бұл нөмірлерге WhatsApp
WhatsApp арқылы, басқа арқылы тауып алып жазып, жұмыс туралы сұраудың оның қажеті жоқ. Потому что олай сіз жұмысты таба алмайсыз. Ең басты нәрсе ол Америкаға келіп, тікелей звондап, американский номермен ертесіне кездесу ұйымдастырып, ләжі болса бір күннен көп емес жұмыс істеп, тегін өздеріңіздің жұмысқа деген құлшыныстарыңызды көрсету қажет. Қарап отқанда русскую баню срочно требуется ресепшионист, со знанием английского языка, повар full time. Тамақты жақсы дайындайтын кісілер, әпкелер, ағалар болатын болса, бұл жерде повардың жұмысы өте сыйлайтын, өте жақсы жұмыстардың бірі және үлкен ақша төлейді. Ал массажист, массаж жасайтын адамдарға әше сөз жоқ. Видеоларды жіберіп алмаш үшін каналға жазылыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоларды келесі кездескенше, сұрақтарыңыз бар болатын болса, бүкіл даныларды, мен туралы ақпараттарды осы видеоның астында қалдырамын. Ұялмаңыздар, звондаңыздар. Егер де 1-2 күн сұрақтарыңа жауап бере алмай жатсам, ол нормально, потому что кейде менің де жұмыстарым бар, қолым тимей қалады. Ол себепті барлықтарыңызбен профессионалды жауап беруге тырысамын, сөйлесуге тырысамын. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Барлық жөнінен көмектесеміз. Ешқандай қиыншылық, басқа да нәрселерді сіздер көрмес үшін. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Сайлау Абди.